Екінші сабақ кедей болудан қорқу, ұят, шүкіршілік және де қанағат. Осы жайында айтпақшымыз. Сабақтың мақсаты. Бұл сабақта біз сіздермен кедейлікке деген қорқыныш және де ұялшақтықты, сондай-ақ шүкіршілік, қанағаттың маңыздылығын талқылайтын боламыз. Бүгін не өтеміз? Кедейліктен қалай шығуға болады? Және де ақшаны ысырап етуден қорқу, батылдық, өзіңіздің ойлау салттарыңызды анықтау және де соны түсіну. Түсінбейтін болсақ, қабылдамайтын болсақ, ол кедейліктен сіз өте алмайсыз. Ең бірінші басты түсінуден басталады. Және де ең бастысы кедей адамдардың жәнегі қорқыныштарының бір себептерін немесе жәнегі қорқыныштарының өзін айтып көрейікші. Кедей адам неден қорқуы мүмкін деп ойлайсыздар? Қаржылық тұрақсыздықтан қорқады да, ең бірінші. Және де қоғамды көзқарастан, өз-өзінің бір бағалаудан, басқа біреудің неменесіне қарап тұрады да, басқа біреудің былайша айтқанда ойына, мнениесіне зависимый болады да, негізі адамдар. Мен туралы не ойлайды екен, мен туралы не айтады екен деген сияқты біреудің көзқарасынан қорқады. Және де жетістікке жете алмау қаупі болады ғой. Сондай нәрседен қорқып тұрады. Мен жете алмайтын шығармын деген сияқты. Содан кейін өзгелермен өз-өзін салыстырады ол адам. Өз-өзгелермен салыстырған кезде өз-өзін төмендетеді. Өз-өзін, былайша айтқанда, самооценкасын төмендетіп, өз-өзін үнемі төмендетіп жүреді. Қарапайым, мынандай камераға сөйле десе, мынандай бір телефонды бүйтіп алатын болса, ұялып тұрады да, мысалы үшін. Енді ол кедейлік емес шығар, бірақ та бұл жәнегі сипаттар, жақын сипаттардан. Содан кейін өзгеге бір бейім емес, өзіне бір бейім емес нәрселер болады ғой. Соған тәуекелге барудан қорқады. Тәуекелге бармайды олар. Ол көбінесе өзінің бір үйреніп қалған, жүріп қалған жолымен ғана жүре береді көбінесе. Ал көп кәсіпкерлердің бір әдеттері ол тәуекелден тұрады ғой. Тәуекелге бара білу, тәуекелге өте білу деген сияқты. Сол тәуекелге бара бермейді ол адам. Негізгі ой түйінділері ең бірінші кедейліктен қорқу және де ұят сезімі біздің бойымыздағы. Ол өзімізді қабылдауымызды төмендетеді. Және де біздің сатылы дамуымызға кедергі жасайды. Сіз сатылы түрде барлық қорқыныштарды, барлық кедергілерді жеңіп шығу керексіз. Міндетті очередь. Сол үшін бәрін қабылдау керекпіз. Екіншісі шүкіршілік пен қанағаттылық. Сол арқылы біз өзіміздің өміріміздегі кішігірім жетістіктерді бағалап үйренеміз. Бұл бізді бақытты және толыққанды сезінуге көмектесетін. Өте маңызды. Шүкіршілік деген сөздің мағынасын көп адамдар дұрыс түсінбей жатады. Біз Аллаға шүкіршілікті өте көп айту керекпіз. Дұғаларды өте көп айту керекпіз. Қазіргі бар жағдайымызға қанағат ету керекпіз. Алла тағала ол бізді құнды қылып жаратқан соншалықты, мына әрбір Алла тағаланың жаратылысының бәрі құнды. И неге біз сондай кезде біз өзіміз самооценкамызды түсіреміз? Өз-өзіміздің самооценкамызды түсіру ол Алла тағаланың алдында күнә болып кетеді. Сіз бай адам болсын, кедей адам болсын, бәрінің Алла тағаланың алдында деңгейі бірдей. Сол үшін де сіз өз-өзіңізді құнсыздандырмау керексіз. Сіз Алла тағаланың алдында бағалысыз. Бұл дүниеге келген екенсіз, значит сіз бағалысыз. Үшіншісі, өзіміздің финансты сауаттылығымызды арттыру керекпіз. Және де өзіміздің ақшамызды тиімді қалай басқару керекпін. Осындай дағдыларды үйрену арқылы өзіміздің бір кедейліктен шығуға көмектесетін дағды. Бұны білеміз, бәрі біледі, біле тұра істемейді. Неге істемейміз біз? Бұл не? Жалқаулық па істетпейтін? Не нәрсе бізге істетпейді? Сөйтсек, достар, білу және де түсіну деген екі бөлек әңгіме екен. Білу мүлден басқа және де түсіну басқа. Түсіну үшін сіз оны әрекет жасап, дағды ретінде істеп көру керексіз. 5 рет істеген нәрсе ол сізге дағды ретінде қалыптасатын болады. Өзіміздің ойлау салтымызды тану керекпіз. Әркім
өзінің ойлау салтын тану керек. Және де кейбір дүниелерге сыни көзқараспен ойлау, соны дамыту керек. Біз сыни деген ол есептеу көзқарас, аналитикалық көзқарас. Осы көзқарасты дамытқан кезде даже өзімізді салыстыру керекпіз. Өзімізді басқа біреумен емес, өзімізден өтіп кеткен мұратпенен. Мен кезінде мынандай дағдыны білмеуші едім. Аллаға шүкір, шүкіршілікті үйрендім. Аллаға шүкір, қанағатты үйрендім. Кезінде тәкаппар едім. Аллаға шүкір. Оны түсінген кезде мешітке бардым, жыладым, дұға айттым, қабылдадым, тәкаппарлығымды алып тастадым. Дәл осылай болу керек. Дәл осылай сіз жүрегіңізбен, ниетіңізбен сезінген кезде барып осыны бәрін алып тастайсыз. Және де Алла тағала жәнегі Құранда бір келеді. Біздің кеудемізде сондай бір ет бар. Ол таза болса, біздің жалпы ойымызда, миымызда, өмірімізде бәрі таза болады да. Ол жәнегі сол еттің, бір кішкентай ғана еттің аты жүрек екен де. Былайша айтқанда, біз өзіміздің қалпымызды, жүрегіміздің қалпын үнемі тазартып отыруымыз керекпіз. Басқа адам жайында жаман нәрсе ойламау керекпіз. Және де өзіміздің ойларымызды тану арқылы біз өзімізді жетілдіре аламыз. Сіздерге тапсырма, өздеріңіздің қорқыныштарыңызды, өздеріңіздің кедейлікке алып барған, жәнегі өздеріңіздің бір ойларыңыздың бәрін қағаз бетіне түсіріңіздер. Қағаз бетіне түсіру деген өте маңызды. Бұл әлемнің жаратылған кезінде Алла тағала бол деді де, сол кезде қалам жаратылды. Қалам жаратылған кезде қаламға жаз дейді. Сол арқылы Құранда жазудың өте маңызды екенін көрсетіп кеткенде, сіз де өміріңіздің өзгеріс болғаны қаласаңыз, онда сіз шынайы түрде шүкіршілік етіп Аллаға өзіңіздің жасап қойған қателіктеріңізді, жіберіп алған қателіктеріңізді, басқа бір адамның алдында бір кінәлі болған болсаңыз, бәрін алып жазыңыз, тізіп. Сізді мына ойыңыз, түп санаңыз, жүрегіңіз бәрі тазару керек. Сіз тазарған кезде ғана кедейліктен шығатын боласыз. Алла тағала сіздерге берекетін берсін.